Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Assalamu alaikum hurmetli şagirdler. Kur'an Kerim әліппесі Muallim Sani kitabının bugün 11-ci sabağın бастаймыз. Дәл әрпі. Дәл әрпінің мақражына қарайтын болсақ, тілдің ұшы мен алдыңғы екі үстіңгі түстің түбі. Дәдиду истифала әріптеріне жатады. Жіңішке әріптер. Дәдиду. Дум. Дум. Дубы. Дубы. Дуф. Дуф. Риді. Риді. Зиді. Зиді. Тәді. Тәді. Дәрсу. Дәрсу. Дәф'у. Дәф'у. Дәбғу. Дәбғу. Дәлку. Дәлку. Дәһру. Дәһру. Духну. Духну. Дүлдүл. Дүлдүл. Фуды. 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 Худы. 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 Үш дуды. Үш дуды. İ'tedele. İ'tedele. Ya'tedilu. Ya'tedilu. İsterşede. İsterşede. Yesterşidu. Yesterşidu. Do әрпі. Do әрпінің мақражы тілдің оң яки сол жаны мен астыңғы үстіңгі азу тістердің арасы. Бұл әріп көп шәкірттер мән бермей мақражына жай ғана д деп оқи салатын әріп деп ойламаңыз. Бұл до әрпінің мақражы өте маңызды мақраждардың бірі. До әрпінің мақражы тілдің оң яки сол жаны астыңғы үстіңгі азу тістерінің арасына тию арқылы шығады. До, дой, ду. До, дой, ду. Дойфу. Дойфу. Адлу. Адлу. Дохбу. Дохбу. Добту. Добту. ضعفو. ضعفو. عرضو. عرضو. مضرب. 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 اضرب. يضرب. تضربو. تضربو. نضربو. نضربو. اضطرب. اضطرب. يضطرب. يضطرب. استضعف. استضعف. يستضعف. يستضعف. Құрметті шәкірт, дә әріп менен до әріптерінің мақраждарына өте қатты мән беріңіздер. Дә әрпі жіңішке, до әрпі жуан. Дәрсу. Дорсу. Дәрсу. Дорсу. Вәдәу. Вәдәу. Вад'у. Вад'у. Бa'ду. 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 Зә әрпі. Зә әрпінің мақражы тілдің ұшы мен алдыңғы екі астыңғы үстіңгі тістердің ортасы. Сақау шығатын әріптерден
жіңішке әріптердің қатарына жатады. The, the, iz, muz, khuz, uz, zub, zuq, zar, munzu, iznu, bazlu, zikru, zihnu, zahab, mazhab, zahala, yazhalu, bazala, yabzulu, azhaba, yuzhibu, zifru, bazlu, abzal, Мінеки құрметті шәкірт. Мұғаліміз Сәни кітабының 11-ші сабағы өз мәресіне жетті. Бұл сабақтарды өте қатты қадағалап оқыңыздар, 10 реттен жақсылап тыңдап, естіп оқыңыздар. Алла Тағала баршаларымызға жәрдем етсін.